саламатсыздар ма? Әдеттегідей менің сүйікті келіндерім, сіңілдерім, болашақ келіндеріміз және жас келінді баптап отырған енелер, яғни менің құрбыларым. Біз бәріміз сары майды жақсы көреміз. Бірақ сол сары майдың жастар қазір қайдан шығатынын, қалай шығатынын көбі білмейді. Қолдың сары майына жететін дүние жоқ. Мынау мысалы менде қаймақ. Шамаменен бір 600-700 грамдай болып қалады. Көп жерде бұны кілегей деп айтады. Мен бұны май шайқау үшін ертерек бір күн бұрын тоңазытқышқа салып қойдым. Сонда кішкене қатқылда болады да тез түседі. Ал енді қаймақта май қалай түседі? Сағаттың айналатын тілінің бағытыменен осындай ыдысқа салып аласың да шайқайсың. Мен қуанып тұрмын бір жағынан. Шынымен жақсы қатқан екен деп. Өйткені сепаратордан бүгін шыққан қаймақ, одан май түсуі қиын болады. Әжелеріміз баяғыда 2 күн, 3 күн, 4 күн бойы шайқап жататын. О кезде бізде тоңазытқыш деген болған жоқ. Неге екенін білмеймін, мен оның қасиетін білмедім. Әжем ылғи бізге ағаш қасықпен шайқататын. Мінекей, қолымның әлін әрең келіп жатыр. Яғни қаймағым қоюланып келе жатыр. Қазір май түседі деген. Май түсетін кезде мынадай ірей бастайды. Әр жерінен бір жыртық сияқты, байқайсыздар ма міне? Медициналық жағынан талай жерде естіп жүрмін. Сары майдың ішінде А витамині, Е витамині болады дейді. Ал қазір сол витаминді біз дәріханадан сатып алып барлығымыз итәуре болып жүрміз. Демек, қазақтың жасаған тамағының барлығында дәрумендердің барлығы бар деген сөз. Мына қара. Әлім келмей жатыр. Мен сіздерге көрнекі болсын деп шыны ыдысқа нағылып едім. Негізі мен ағаш тостағанға салып шайқайтынмын. Әсіресе мен осы қаймақты 5-ші айда майский май деп айтады ғой. Қойдың құйрығы. Осы қаймақты мен сол 5-ші айда көп қылып алам да, осылай май шайқап алам. Май жасайды деп айтпайды, май шайқайды. Құрт қайнатады, май шайқайды деп айтады. Май шығып келе жатыр. Жаңа қаймағымыз не болды? Яғни май болуға дайындалып жатыр. Мен сіздерге көрнекі болсын деп мына шыны ыдысқа тайғалақтап бекерістеппін сол өзім. Ағаш тостағаныма жасай беру керек еді. Үйренген. Енді әрі қарай не шығады деп күтіп отырсыздар ғой. Әрі қарай қазір бұдан су шығады. Көбінде мынау қолдарына резинке қолбақ киіп жатады. Негізі сол резинкадан өзіміздің қолымыз таза ғой. Бүкіл дүние менің қолымнан шығады осы. Микробтан ешкім өлген жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, адам жүрегіменен, шын ықыласыменен, махаббатыменен жасаса, сол энергетиканың өзі мына жасалынған тамаққа беріледі. Мінекей, енді су шықты. Ай, оператор бала, су шықты деп айтып жатырмын, жақындасайшы. Мінекей, көрдің ба? Терлеген сияқты шым-шым су шығып жатыр. 150 грамдайы кетті. Әлде де араластыра беріңіздер. Мынан әбден майыңыз қатайғанша, өткен мінекей үст-үстіне суы айырылып жатыр. Ана бір хадистен оқып едім. Пайғамбарымыз айтқан екен дейді. Айранды суымен қосып ішіңдер деп. Мына су мысалы, осы сары су. Қазір біз дәріханадан алып ішіп жүрміз. Хилакфорте дейміз, айранның суы, қаймақтың суы, онда тұрған не бар. Баяғыда әжелеріміз осы суды алып бізге ішкізетін. Одан қалды түрлі тамақтарға қосатын. Яғни ешқандай қалдық қалмайтын. Сонда неге ішкізет бізге десек, шақырып алып баламыз ғой, ойнап жүреміз барлығымыз. Сонда біздің бүкіл денеміздегі иммунитетіміздің барлығын ала жаздай осы сары майдың сары суы менен, ірімшік қайнатқан кезде соның сары суы менен, таза май менен, таба нан менен, құрт менен, сүзбесі менен бізді асыраған екен ғой. Мінекей, сонымен майымыз түсті. Енді бұны не істейміз? Салқын суға әдемілеп жуу керек бұны. Мінекей. Өйткені егер осы суда сен дұрыстап жумасаң, майдың қышқылдау болады кішкене. Көрдіңіздер ме міне? Кәдімгі қамырды алып жуып атқан сияқты, тіптен қолға да жұқпайды. Егер дүкеннің майын осылай жуып көріңіздерші, барлығы судың бетіне шығып еріп кетеді. Мына жерде тіптен
майымыз да еріп жатқан жоқ. Салқын су керек, біз құдықтың суыменен жуатынбыз. Әже май шайқап жатқан кезде бірден білеміз. Әже, суға барып келейік па дейді. Я, құдықтан салқын су алып келіңдерші, майымды жуайын дейді. Енді тұздаймыз. Бұл майға көп тұздың керегі жоқ. Өйткені май өзі сіңіріп алады. Қатты тұздап керек жоқ. Міне көрдіңіздер ме? Мен бір шөкім ғана салдым. Мен қалада байқаймын, көбі майды тұздамай жейді. Осы қолдың майын сатып алып жатқанның өзінде көрем, мынауың тұздалған ба дейді. Тұздалған десе тұздалған керек емес дейді. Енді әркім өздері біледі. Содан кейін майымыз дайын мінекей. Яғни мына майды қазір жұмарлап тоңазытқышқа қоям. Бұл жоқ дегенде бір 10 күнге жетеді біздің отбасымызға. Негізі майды болғаннан кейін әжемдердің тағы бір әдеті бар. Әсе, оператор бар, тыңдап тұрсың ба? Май жалау деген бар. Май жалап көрдің ба? Сен не білесің? Ал, әкел. Міне. Енді ол майды бүйтіп жалайтынбыз. Не? Жеп жатсың ба? Жақсы ма? Күшті екен. Енді мен бұны тоңазытқышқа кәдімгі жай ғана салып қатырып қоямын. Ішіндегі ауасын шығарамыз. Жай ғана тоңазытқышқа. Егер көп уақытқа сақтағыңыз келсе, осылаймен барып кәдімгі холодильник емес, морозильникке апарып салып тастайсыз. Бір айдан кейін жейсің ба? Бір жылдан кейін жейсің ба? Жарты жылдан кейін жейсің ба? Ешқандай өзгермейді. Сол күй тұрады, мінекей, осы тұрған. Ал ас болсын, дастарханымызда ылғи өзіміздің қазақтың ұлттық тағамдары болсын. Егер жасап осыны үйреніп жеп жатсаңыздар, барлықтарыңызға ем болсын, шипа болсын, ауырған сырқаған жерлеріңізге. Тоқ жүріңіздер, қазақтың салт дәстүрін ұмытпаңыздар.